Құрметті достар, өздеріңіз білесіздер, Шымкент қаласында дендропарк. Өзіміз 2 жылдан бері дендропарктың жерін сатқан әкімдерді, дендропарктың жерін сатқан әкімдердің аты жөнін жариялаймыз деп жүргенімізге 2 жылдай уақыт өтті. Бір қысқаша фактыны сіздерге көрсеткенді жөн деп таптым. Дендропарктың бұрынғы территориясы. Көріп тұрсыздар. Осылай келеді де дендропарктың мынау шет жағы, топар жағындағы қорған. Сөйтеді мына қорған мына жерден алынады ғой. Көрдіңіз ба? Мына жерден алынады да, мына қорған былай басталып келеді әдемі болып. Мына жерден алынады. Мына жерлерге тұрғын үй салынады жаңадан. Көрдіңіздер ме? Жалпы біз бұны жай қалдырмауымыз керек, өйткені бұл жерлер заңсыз берілген деп ойлаймын. Оны тексеру керек. Менде күмән бар. Біз алдағы уақытта осы жайында, міне көрдіңіз ба, қорған осы жерден бұзылады. Осы жерден бұзылады. Сөйтіп, мына жаққа тұрғын үй салынып кетеді. Бұл қаяқ кезінде болды. Өйткені халық білуге құқылы. Біз шын мәнінде қазір жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан деп жатырмыз. Біз осыларды қарауымыз керек. Атқарылған жұмыстар туралы қосымша хабар беретін боламын. Қазір қаншама халыққа шырылдап біздің Аманат партиясына келіп жатыр мысалы. Біз екі жақты да тең қараған дұрыс деп ойлаймын. Одан кейін бізге қазір негізгі мәселе мынау дендропарк. Дендропарктың жері күн өткен сайын тарылып бара жатыр. Қаншама адамдар тұрғын үй салып алған. Солардың жері қай уақытта берілді, қай әкімнің кезінде берілді. Жалпы ол дұрыс берілді ма? Жоқ, ол бойынша алдында бірнеше хаттар жолданған басқарма тарапынан. Бірақ ол бойынша қазіргі таңда дендропарктың жерде ешқандай қосып отқан жоқ. Айдалған металларда мен сол жерде тұрдым. Қазір міне 37 жыл менің бар ғой, жеріме үй соғады. Қоршап та қояды. Енді маған күн жоқ, міне соткамда бәрі бар. Мына мұқадасық адамдары да үйге дейін кіреді. Тыныштық бермейді. Міне видеосы да бар. Бұны комиссияны қарап, бұл кісінікі 10 соттық жер болса, өрден жан-жағынан шығап, басқа жағынан қоршап, сол жағын қарастырайық та бар. Бұл қазір жері азайып кеткен кісінде, соны айтып отыр ғой. Қанша соттық бере алатынымызды бәрін осында айтып, сол кісіге дәлелдейік, қанша бере аламыз, ол кісі келсе ма, келсе ма, заңдылығы қалай болады, бәрін сіздер айтып. Аманат партиясы негізі халықтың мүддесін қорғайтын партия. Оның ішінде жер аманат комиссиясы бар. Біз алдағы уақытта табайық. Біз енді осы жерде келген азаматтардың барлығы халыққа елге жұмыс істеймін деп келген азаматтар. Біз бір уақытты белгілейік, барып көрейік өзіміздің. Көзімізден көрейік бар. Сіз бір күні халықты жинаңыз, біз барайық. Шын мәнінде мәселе қандай, көзбен көрейік деп жатыр. Құраши мына жерде отырып алып, ол мынау дегеннен көрді. Сіз қазір қыздарға барлық ақпараттар беріп кетіңіз. Біз танысып, алдағы уақытта біз сіздермен байланысқанша барамыз комиссиямен.